Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Біз бүгін бір жасағаннан дәмді болып шығатын кешкі ас дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Менімен бірге жасап көріңіздер, видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен етімізді маринаттайтын боламыз. Мен жылқы етін қолдандым. Соевый соус, зира, тұз, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Міне осылай етіп тураймыз. Керек заттарды видеоның астына жазып қоямын. Және де тәтті бұрышымызды ірі қылып турап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Пияз, аскөк, қызанақ, паприка қосатын боламыз. Алдымен қызып тұрған майымызға жарты сағат маринатталған етімізді жақсылап араластырып қуырып аламыз. Үстіне пиязымызды және аскөгімізді салып, кішкене қуырамыз. Бұл кезде тұз қосудың қажеті жоқ, өйткені маринатталған етімізде тұз бар. Тәтті бұрышымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл тағамды апталық менюларыңызға қосып қойыңыздар, өте дәмді болып шығады. Қызанағымызды да саламыз және жақсылап араластырамыз. Бұл уақытта су қосудың қажеті жоқ, өйткені қызанақтың сөлі шығады. Паприканы салып араластырамыз және еті піскенше қақпағын жауып, баяу отта қойып қоямыз. Гарниріне күріш дайындаймыз. Шашыраңқы күріш дайындау үшін ыдысымызға сұйық майымызды құйып және алдын ала жуылып құрғатылған күрішімізді салып, жақсылап араластырамыз. Күрішімізді 5 минуттай араластырып, үстіне қайнап тұрған су құямыз. Суымыз күріштің бетіне шығып тұруы қажет. Және де баяу отта қақпағын жауып пісіретін боламыз. Гарнирімізді кесеге салып, осылай әсемдеп салып қоямыз. Және қасына салмамызды саламыз. Етіміз маринатталған өте дәмді болып шықты және жұп-жұмсақ болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес етемін. Ерекше тағам болады. Жақындарыңызды қуантыңыздар және менімен бірге жасап көріп, комментарияға бөлісуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі рецептер болады. Менің каналыма жазылыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.